Жаңа жыл жақындаған сайын әр үйде бірдей көрініс қайталанады, иә? Балалар шыршаны безендіріп, Аяз атаны күтеді. Сыйлыққа сенеді, қуанады, қиялдайды. Бірақ көп атана, тіпті үлкендер де бір сұрақты ойламайды. Осы Аяз ата шынымен кім? Снегурочка қайдан шыққан? Неге кейбір балалар оларды көргенде жылайды? Неге ескі суреттерде олардың бет-бейнесі қорқынышты деп? Бұл жай ғана ертегі емес, бұл ғасырлар бойы өзгерген қорқыныш пен сенімнің тарихы. Бүгін біз олардың шынайы алғашқы бейнесін, нақты аңыздар мен деректерді, балалар психологиясына әсерін және ең маңыздысы өтірік пен шындықты ажырататын боламыз. Толық асықпай егжей-тегжейлі талдаймыз. Қазіргі Аяз ата ойдан шығарылған, жұмсарған образ. Ал алғашқы Аяз ата табиғаттың өзі болған. Аяз ата бұрын кім еді? Ежелгі славян халықтарында ол Мороз, Морозко, Дед Мороз, Карачун деп аталған. Бұл кейіпкер адам емес, құдай да емес, суықтың, өлімнің, қатал қыстың бейнесі болған. Оның шынайы сипаттамасы ескі қолжазбаларда Аяз ата өте бойшаң, сақалы жерге дейін салбыраған, көзі қараңғы, кейде қызыл, дауысы қатты, қорқынышты болған. Ол ормандарда жүрген, түнде ауылдарға кірген, терезеге мұз түсіріп, адамдарды үрейлендіріп қорқытқан екен. Нақты аңыздық оқиға баласын тыңдату үшін аналар айтқан екен: жылама, әйтпесе Мороз келеді деп. Кей аймақтарға егер бала түнде жыласа, Мороз оның жанына келеді. Егер бала жалғыз далада жүрсе, оны алып кетеді. Бұл тәрбиелеудің қорқынышқа негізделген әдісі болған екен. Аяз ата мен Морозбен қорқытқан болған екен, иә, балаларын. Ертегілерде Аяз ата жақсы балаға кешірімді, жаман балаға өте қатал. Мысалы, бір ертегіде жалқау тыңдамайтын бала орманға кетеді. Аяз ата оны жолықтырады, суықпен қатырып жібереді. Бұл ертегілер баланы қорқыту үшін, тәртіпке үйрету үшін қолданылған екен. Ол кезде баланың жылауы әлсіздік, қорқыныш тәрбие құралы болған екен. Себебі адамдар қыстан қорыққан, аштықтан қорыққан, суықтан өлуден қорыққан. Аяз ата сол қорқыныштың бейнесі болып қалған. Ол жақсылық сыйлаушы емес, табиғаттың қаталдығын еске салушы. Сол үшін оның беті жылы емес, күлкісі жоқ, қорқынышты кейіпкер болған. Снегурочкаға келетін болсақ, ол қазіргі ойдағыдай қуанышты қыз емес. Ең алғашқы аңыз қарт ата мен әже. Балалары болмаған қардан қыз жасап алады. Ол тіріледі, бірақ суық, сезімсіз, күлмейтін болады. Нақты аңыз бойынша оқиға: балалармен бірге оттың жанында ойнағанда, Снегурочка оттан секіреді және еріп кетеді. Оның соңғы сөзі де болмайды, тек жоғалып кетеді. Бұл балаларға арналған емес, өте қайғылы аңыз. Алғашқы сипаттамаларда тері түсі әппақ, көзі суық, дауысы әлсіз, күлкісі жоқ. Кей суреттерде тірі адамға емес, қуыршаққа ұқсайды. Сол себепті кей балалар Снегурочкадан да қорыққан, оны өлі қыз деп елестеткен. Өйткені бұрын психология ғылымы болмаған, бала жеке тұлға деп саналмаған. Тәрбие әдісі қорқыту, ұялту, жазалау болған. Аяз ата мен Снегурочка сол жүйенің бөлігі болған. Уақыт өте келе адамдардың ойлау жүйесі өзгере бастады. Адамдар табиғаттан емес, бір-бірінен көбірек қорқатын болды. Ал балаларға деген көзқарасы мүлдем басқа арнаға бұрылды. Тәрбие туралы кітаптар шықты, бала психологиясы зерттеле бастады. Сол кезде бір нәрсе анық болды: қорқыныш арқылы тәрбиеленген бала ішкі үреймен өседі. Осыдан кейін Аяз атаның бейнесі біртіндеп өзгерді. Бейне қалай жұмсарды? Алдымен дауысы қатты емес, күлкісі пайда болды. Қорқынышты көзқарас жойылды.
Сосын ол балалармен сөйлесетін болды, сұрақ қоятын болды. Жақсы болдың ба деп сұрайтын кейіпкерге айналды. Бұл өте маңызды өзгеріс еді. Аяз ата жазалаушы емес, бағалаушы рөлге өтті. Снегурочка бейнесі де түбегейлі өзгерді. Бұрын ол үнсіз, мұңды, жалғыз болатын. Ал кейін сөйлейтін, көмектесетін, балаларға жақын кейіпкерге айналды. Неге дәл Снегурочка өзгерді? Өйткені Аяз атаның жанында жұмсақ бейне керек болды. Аналық, мейірімділік образ қажет болды. Снегурочка балаларды жұбататын, Аяз атаны жұмсартатын, қорқынышты атмосфераны азайтатын кейіпкерге айналды. Осылайша ол қардан жаралған қыз емес, мейірімді немере ретінде көрсетіле бастады. Бұл жай ертегі ғана емес, нақты өмірде де балалар Аяз ата мен Снегурочкадан қорыққан. Нақты жағдайлардан мысалдар: кей балабақшаларда Аяз ата кіргенде балалар жылап қашқан, тәрбиешілер оларды күштеп отырғызған. Кей ата-аналар сыйлық бермеймін, Аяз ата сені көріп тұр деп қорқытқан. Психологтар мұндай жағдайларды нақты тіркеген. Баланың түнде ұйқысы бұзылады, қараңғылықтан қорқады, үлкен сақалды адамдардан үрейленеді. Бұл қорқыныштың салдары. Бала үшін Аяз ата шын кейіпкер, оның айтқаны заң. Егер ата-ана жыласаң сыйлық жоқ, тыңдамасаң Аяз ата жазалайды деген. Бала болса өзін жаман сезінеді, сүйіспеншілікке шарт қояды, мен жақсы болмасам, мені жақсы көрмейді деп ойлайды. Бұл өте қауіпті ой. Дұрыс қолданылса, Аяз ата қиялды дамытады, үміт сыйлайды, жақсылыққа сендіреді. Ал балалар күте біледі, армандайды, сыйлықты қадірлеуді үйренеді. Бұл эмоционалды даму үшін маңызды. Бір күні бала сұрайды: Аяз ата расымен бар ма деп. Осы сәт шешуші. Егер ата-ана алдай берсе, шындықты мүлде айтпаса, бала өзін алдағандай сезінеді, сенімін жоғалтады. Нақты психологтардың айтуынша, баланың сенімі сынған сәт оның әлемге деген көзқарасын өзгертеді. Ең дұрыс жол бұл ертегі, бұл мейірімді образ. Аяз ата адамдардың жақсы ниетінің бейнесі. Сонда бала қиялды жоғалтпайды, бірақ өтірікке байланбайды. Сол себепті ата-аналар балаларына Аяз ата мен Снегурочканы жақсы жағынан түсіндіріп үйретуі керек. Аяз ата мен Снегурочка бұрын қорқыныш болған, қазір үмітке айналды. Бірақ бәрі ата-ананың қолында. Қорқыту үшін қолдансаң, қорқыныш қалады, мейірім үшін қолдансаң, жақсылық қалады. Ал сіз Аяз ата мен Снегурочканың барына сенесіз бе, әлде сенбейсіз бе? Өз ойыңызды комментарияға жаза кетіңіз. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Келесі кездескенше сау болыңыз.